Саламатсыздар ма, құрметті достар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Смағұл Кенжеғұловтың Ахмет Мерген атты әңгімесін оқып беремін. Менің каналымды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ахмет ақсақал ертеңгі шайын ішіп отыр еді. Омарташы Оспан кіріп келді. Өңінде абыржу бар. «Иә, Оспанжан, ертелетіп неғып жүрсің?» деді Ахаң. «Ақа, өте қиын жағдай болып тұр. Омартама бір аю 2 түн келіп, 2 жәшігімді шағып, балымды жеп кетті. Сол пәледен құтқарыңыз», деді Оспан. «Өзің көрдің бе? Қай жақтан қай мезгілде келеді?» «Әлет жақтан таңға жақын келеді. Қоңыр аю. Келеді де шетте тұрған жәшікті тасқа бір қойып шағып, балын жейді. Атуға қорықтым». «Атпағаның дұрыс болған», деді Ахмет. «Өлтіре алмасаң өзіңді мерт қылады. Құсақтың сары аюы кісіге шабады. Ал әлеттің қоңыр аюы болса зиянсыз, момын, оны ату обал». «Ақау, ол пәле шаруашылыққа зиянын тигізіп жатса қалай шыдайсың?» «Өлтірмеу керек», деді Ахаң. «Сол маңайға келмейтіндей етіп қатты қорқыту керек». «Олай болса сол маймақты өзіңіз бір жөнге салып беріңізші». «Жарайды». Сол күні кешке таман Ахаң омартаға келді. Аюдың омартаға келетін жолын, бал жеген жерін, суға сүңгіген орнын қарап шықты. Мұнан кейін ұзындығы 4-5 құлаштай жіңішке кендір жіпті балауызбен ысқылап алды да жүріп келе жатқан аюдың мойнына ілінерліктей етіп тұзақ құрады. Жіптің екінші ұшына үлкен дөңбек байлады. Құлан ектеніп таң бозара бастағанда үйдің төбесінде күзетте отырған Ахаң мен Оспанның құлағына сыбдыр шалынды. «Осы келе жатқан күткен қонағымыз болар», деді Ахаң. Сыбдыр анық естіле бастады. Бір кезде салдыр-гүлдір дыбыс шықты да аюдың ақырған даусы естілді. «Тұзаққа ілінді», деді Ахаң. Ызаланған аю секіріп барып, соңынан қалмай жүрген дөңбек томарды құшақтай алып, лақтырып жіберді. Ауыр дөңбек мойнындағы тұзақты жұла тартып, аюдың өзін қалпақтай ұшырды. Аю атып тұрып, дөңбекке өшіге ұмтылып, тағы да лақтырды. Өзі де мұрттай ұшты. Аюдың ісіне Оспанның ішек-сілесі қатты. Аю қатты ақырды. Дөңбекті тырналады да құшақтай көтеріп алып талтаңдай жөнелді. «Дөңбекті суға тастап пәледен құтылмақ болып барады», деді Ахаң. Құсақ өзенінің бұл тұстағы ағыны қатты, жағасы тік. Аю дөңбекті суға атып жібергенде өзі де бірге құлап түсті. Су ағызған аюды тұзақ буындырып, жағаға шығуға ерік бермейді. Аю жағаға тартса, дөңбек ағыс бойымен төмен тартады. Аю судан шығып тұрған бір жұмыр тасқа жармасты. Бірақ күшті ағысқа түскен дөңбек тұзақты жұлқи тартқанда жылтыр тастан аюдың табаны тайып кетті. Бір тасқа тағы жармасты. 4 тағандап тастың өр жағында тырмысып тұр. Ағын жұлқыған дөңбек аюды мойнынан қылқындыра тартады. Гүрс ете түскен мылтық даусы төңіректі селт еткізді. Домбыраның шегінде керіліп тұрған арқанды оқ қиып түсті. Дөңбек көбікке көміліп, ағып кете барды. Мылтық даусынан шошыған аю байлаудан босанысымен арғы жаққа шықты да қорбаңдап қаша жөнелді. Соңынан қарап тұрған Ахаң қатты қорыққан шығар. Енді сенің омартаңның маңайын баса қоймас. Егер тағы да тентектік жасаса, осылай үркітіп жібер деп күлді.
бұл кезде тарбағатай тауының бір қырқасынан алтын шұғыласын шашқан күн де көтеріліп келе жатты.